Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бауырдан жасалынатын кереметтей котлеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін менімен бірге видеомды соңына дейін көріп, маған пікір жазуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі 1 картоп, 1 сәбіз, 1 пияз және 2 дана сарымсақ. Ал енді қажет заттарды кезегімен турап шығамыз. Пиязды осылай тураймыз. Артынан картопты да дәл осылай ұзынша етіп турау қажет. Себебі қазір шеккен кезде ыңғайлы болуы үшін. Міне барлығын осылай ұсақтап турап аламыз. Ал енді бізге қажетті бауыр. Мен жарты килограммдай сиырдың бауырын пайдаландым. Оны да дәл осылай ыңғайлы етіп турап аласыздар. Енді осылай барлығын ет шеккіштен өткізіп аламыз. Алдымен бауырды өткіземіз. Онан соң пиязды, картопты және сәбізді салып, артынан сарымсақты салып, барлығын осылай өткізіп аламыз. Одан соң үстінен 2 дана жұмыртқамызды саламыз. Және үстінен 100 мг сүтті құямыз. Және оның үстінен 4 ас қасық ұнымызды салып, дәміне қарай 1 шай қасық тұз салдым. Және үстінен қара бұрышты сеуіп, массамызды жақсылап біріккенше толықтай араластырамыз. Міне осылай дайын. Ал енді қызып тұрған табамызға пісте майды құйып, оны жақсылап қыздырып аламыз да, шетінен котлеттерімізді дәл осылай 1 ас қасықтан сала отырып, жақсылап қуырып аламыз. Газдың астын орташа отқа қойыңыздар, себебі жоғарғы отта күйіп кетуі мүмкін. Міне дәл осылай кезек алмастырып, қызартып, әдемі етіп қуырамыз. Дәмі деген өте керемет, жеңіл, өте оңай жасалынады. Бауыр қыздар өте тез піседі. Міне екінші қайтара тағы да салып, әдемі етіп қызартып қуырып ала бересіздер. Арасы шикі болмайды, дәл осылай керемет болып, дәмді болып піседі. Ал менде дәл осы рецепті бойынша көптеген котлеттер шықты. Егерде сіз көбірек етіп жасайтын болсаңыз, массаны 1 есеге арттырыңыз. Ал адам санына қарай азырақ болатын болса, онда жарты есеге массаны азайтып жасасаңыздар болады. Міне қыздар, дәл осылай қызартып, әдемі етіп, барлығын пісіріп аласыздар. Дәл осылай видео ұнаған болса, менен жаңа рецепттердің видеосын күтіңіздер. Және Гүлнұр Акберді каналына тіркеліп, менің осы видеома лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Гүлнұр Акбердиева. Баршаңызға рахмет, ас болсын.